Саламатсыздар ма, құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылары. Атақты палуан Қажымұқан Мұңайтпасовтың туғанына 150 жыл толуына орай күш атасы Қажымұқан атты дауыстау оқуымызды назарларыңызға ұсынамыз. Қазақ халқы мақтан ететін, өмір бойы қастерлеп өтетін дара тұлғалардың бірі халқымыздың ұлы перзенті Мұқан Мұңайтпасұлы Қажымұқан палуан. Қажымұқан Мұңайтпасұлы қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой палуан. Тұтас ғұмырын күрес өнеріне арнап, ұлан-ғайыр жері мен өршіл халқын бірінші болып өзге жұртқа паш еткен, өзінен бұрынғы қандастары баспаған топырақты басып, көрмеген елді көріп, өзге қазақ тақпаған алтын, күміс медальдарды мойнына тұңғыш таққан Қажымұқан бабамыз болатын. Орасан күштің иесі, күрестің бірнеше түрінен әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ алыбы. Теңдессіз өнерімен жер шарын аралаған 54 мемлекетте күреске түсіп 48 медаль олжалаған Қажымұқандай мықты түркі халықтарының ішінде қазақта ғана болды. Қажымұқан Мұңайтпасұлы 1871 жылы Ақмола уезі Қараөткел болысына қарасты Қоспа елді мекенінде дүниеге келген. Қажымұқан кедей шаруаның баласы болғандықтан орыс байларына және дәулетті адамдарға жалданған. Сөйте жүріп күреске түсіп той-томалақтарда елге көрініп бала балуан деген атқа ие болған. Бұлай басталатын өлең жолдары оның сал серілігінен хабардар етеді. Атандым Мұқан палуан бала жастан, ішінде күштілердің болдым астан, талай жерлердің дәмін татып, өтті дәурен, осылай біздің бастан деген екен. Қажымұқанның ата-бабалары да батыр болған. Бастапқы 3 атасы қазақ жасақтарының қатарында туған елдің намысы мен бостандығын ерлікпен қорғап, жат жұрттық жаулаушыларға қарсы қанды жорықтарға қатысқан. Олардың барлығы да қазақ хандарының туасында қалмақ батырларымен жекпе-жек қолма-қол айқастарға шыққан. Қажымұқанның 4-ші атасы Сәді. Абылай ханды құрған кезеңде өмір сүріп керемет батыр, ержүрек найзагер атанған. Сәдінің ұрпақтары да атақты болған. Әсіресе ерен күшімен, ержүректігімен көзге түскен Ернақ батыр. Қажымұқанның айтуынша ол 1795 жылы туып, 1847 жылы 52 жасында дүние салған. Ернақтың батырлығы Мұңайтпасқа дарыған. Ол ел ішінде теңдесі жоқ балуандығымен дараланып, жауырыны жерге тимей дүниеден өткен. Қажымұқанның тұңғыш рет әлемдік деңгейде көрінген шағы 1906 жыл. Алманияда өткен дүниежүзілік сайыста ол әлем чемпионы атанады. Бірақ орыс әкімшілігіне халықтың атын шығарған палуан онша ұнай қоймайды. Сол үшін де Қажымұқан орыс палуандарының атымен күресуге мәжбүр болды. Қажымұқанға неше түрлі лақап аттар беріледі. 1909 жылғы халықаралық палуандар жарысында ол Қара Мұстапа деген атпен шыққан. Сөйтіп бүкіл дүние жүзіне Мұқанның неше түрлі лақап аттары тарай бастайды. 1910 жылы Мұқан тұңғыш рет Оңтүстік Америка құрлығына табан тірейді. Аргентинаның астанасы Буэнос-Айрес қаласында өткен еркін күрестен болған біріншілікте ол Америка чемпионы атанады. 1911 жылы Мұқан түріктің атақты палуаны Нұрлыны жығады. Сол жарыстан кейін Қажымұқан атанады. Саратов қаласында ашылған ағайынды Никитиндер циркінде қазақ батыры бірінші рет Қажымұқан деген атпен шықты. Қажымұқанның өлең шығаратында өнері болған. Қажымұқанмын қазақта күшім асқан, достарым алып палуан орыстардан, Черный Иван атанып 12 жыл, 24 патшаның жерін басқан деп жырлаған екен палуанның өзі. Айтса айтқандай палуан дүниежүзінің бірнеше дүркін чемпионы Иван Поддубный мен Иван Шемякин мен атақты палуан Вейланд Шульцпен өмір бойы дос болыпты. Қажымұқан поляк қызымен отау құрған. Омбыда мешітке апарып, оған Бәтима деген ат беріп, мұсылман дініне кіргізген. Патша үкіметі құлаған соң балуанның отбасы азамат соғысы мен аштықтың салдарынан
біраз сергелденге тап болады. Ұлы Отан соғысы басталған кезде Қажымұқан Қазақ КСР жоғарғы кеңестің төрағасы Қазақбаевқа жолығып, оған ел аралап цирк өнерін көрсетсем, сол арқылы ақша тауып майданға көмектессем деген ұсыныс айтады. Бұл ұсынысты үкімет қолдап, 2 жылға жуық жүріп, цирк өнерін көрсетіп, 100 мың сомдай ақша табады. Осы ақшаға ұшақ алып, оған Амангелді Имамовтың атын беріп майданға жібереді. Осы ұшақпен қазақ ұшқышы Қажытай Шалабаев 120 жауынгерлік тапсырма орындаған болатын. Егер ол өз заманында тәуелсіз елдің азаматы болса, оның Мұқан Мұңайтпасұлы деген шын есімі әлемдік спорт тарихында алтын әріппен жазылар еді. Ең алғаш рет ірі табысқа Қажымұқан Харбин қаласында өткізілген халықаралық турнирде қол жеткізеді. Мұнда ол бірінші орынға ие болып, өңіріне алтын медаль тақты. Белгілі басты оқиға Қажымұқан житсу бойынша күресіп, турнирде бірде-бір рет жеңілмегені, үлкен алтын медаль жеңіп алғаны. Харбин сапары Қажымұқанның даңқын аспанға көтереді. Белгілі ақын Сұлтан Махмұт Қажымұқаннан күрестің мәні неде деп сұрапты. Сонда Қажымұқан: күрестің мәні жеңіс пен жеңіліс емес. Оның мәні алақандай аренаға шығып, мыңдаған көрерменнің алдында өз бақытың үшін күресуде. Қимыл күрестің сыртқы бейнесі. Ал ең бастысы, күрес адамды табандылыққа тәрбиелеп, оны қиындыққа мойымауға үйретеді. Күресті түсіне білудің өзі күресе білуде деген екен. Оның есімі мәңгі ұмытылмайтын, ұрпақтан ұрпаққа үлгі болып қалатын есім. Ол ұлтының айбаты мен қайратын төрткүл дүниеге танытқан тұлға. Қажымұқан жауырыны жер иіскемеген, жеңілмеген күйінде 1948 жылы 12 тамызда Түркістан облысы Бөген ауданы Ленин туы колхозында қайтыс болды. Темірлан деген ауылда қабірінің басына ескерткіш орнатылған. Осымен атақты палуан туралы дауыстап оқуымызды аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман, сау болыңыздар.